Қағаз қамал. Розмари Хиггс, Англия. Элина өтіп бара жатып, екі ұл баланың ойындарын тастай салып, өзіне қадала қарап тұрғанын көзінің қиығымен байқап қалды. Бүгін емес, басқа күні болсыншы. Ол жанарын жаяулар жолына қадап, қағаз қалтасын көкірегіне басып, аялсыз ілгерілей берді. Енді бірнеше қадам жүрсе болғаны, өзінің қауіпсіз баспанасына, қағаз қамалына жетіп алады. Ойпырмай, кәрі қақпас, не деген сасық едің? Манадан үйлерінің алдында доп теуіп жүрген бұл балалар енді басқа бір ойын түріне ауыспақ болып, доптарын көгалға тастап, аласы шарбақтың түбіне келді. Элинаның жүрісін жеделдеткісі ақ келді, алайда қабынған ұршығы адымын аштырар емес. Ей, ана өзің паналап жүрген күресін үйіндісінің көзін қашан жоғалтасың? Қолқаны қабатын сасық ес бүкіл аумақты ластады. Ол баланың ересектеуінің сайқы мазағы кішілеуін еліртті. Расау, сен тұрақ еткен ондай жерге доңыз ғана паналайды деген болатын әкем. Сондықтан доңыз екенің даусыз, деді ол. Осыдан соң олар қорсылдап шыңғыра жөнелді. Элинаның есіне қағаз дорбадағы нәрселері түсті. Ол балалардың тәлкегін ол мүлде елеген жоқ. Үйіне жетіп алса болғаны, олар өзіне ештеме қыла алмайды. Қағаз қамалында ол ешқандай пәлеге ұшырап көрген емес. Бетіне тас тиді. Элина тоқтай қалып бетін басты. Қолын алып еді, саусақтары қанға боялыпты. Ол бұрылып екі ұлға ежірейе қарады. Олар өзіне қарап, есірейе күліп тұр. Бәрі де өзгермеген. Ежелден өзгерген емес. Олар да басқалар сияқты көзге түрткі қылушылар. Оның жүрегі ат-жат тола бойын тер басып, қолдар дірілдеп кетті. Қағаз дорбасын қалқанша далдалап ұстап, тұрағына қарай тартып келеді. Үйіне жетіп алса болғаны, бәрінен де құтылады. Екі жүгірмекші ол бойы оны таспен атқылап, сайқы-мазақ етті. Ол үйіне сенделектей кірді. Тат басқан темір есік соңынан тарс етіп жабылды. Тоз-тоз шыққан дәліздің екі жағына өзінің талай жылдан бері жиған тергені қойылған. Басқалар көзінің қырында салмайтын бұл қоқсықтар Элина үшін қормал қорған еді. Ол тозығы жеткен көйлегінің қалтасынан кілтін алды. Ішке кіріп, алдыңғы есікті тарс жауып құлыптап алса болғаны, сом заман оның жан дүниесіне салған қысымын тоқтатады. Ол енді қамсыз, қауіпсіз, өзінің қағаз қамалында ғана аман есен бола алады. Тыста аспан шайдай ашық болғанымен үй ішінде күн сәулесі күңгірт, ала көлеңке еді. Ол шырақты жағып, еденнен төбеге дейін тірей жиылған ең басқы газет журнал үйіндісін сипады. Онымен іргелес тағы бір үйіндіні ұстады. Онан кейінгісінде сипады. Тұтас үй бейне бір сырлы сарай іспетті. Газет журнал, кітап және басқа кейбір не екені белгісіз тау төбе болып үйілген нәрселер терезеден түскен күн сәулесін далдалап тұр. Ол сырлы сарайдан өтіп, арт жағындағы жатын үйге қарай беттеді. Лас ауаны, қолқаны қабатын шіріген есті Копернид алған жоқ. Тіпті шыбын шіркейдің ызыңын, жыбырлақтардың қашқан тықыры мен тышқанның тиқылын естіген де жоқ. Жылыстап өткен жылдардың ізіне сәпте салмайды. Көзіне бар көрінетіні, өзінің дүниеден қорғанатын қамалы ғана. Жатын үйдегі нәрселер азырақ жинақ еді. Элина қолындағы қағаз дорбасын ашты. Оған салынғаны Ерен базардың артындағы әлеуметтік аумақтың жарақсыз нәрселерді жию пунктінен алған ескі газет журнал, қатты қағаз сияқты олжалар еді. Ол бұл аяулы бұйымдарын еппен, ыждағатпен, бір-бірден биіктігі белуардан келетін қағаз үйіндісінің үстіне шығарды. Жиған нәрселері биіктеген сайын, ол бүгін күні, кеше күні, өте ертедегінде оңай ұмытады. Жайшылықта да солай. Бірақ қазір Элина жинап әкелген керексіз қағаздарын үйіндінің үстіне шығарған сайын жұққан қанды көреді. Ол қолын қаны әлі тыйыла қоймаған бетіндегі жарақатын апарды. Бұл балаларға қылдай қас қылмаса, жан баласына тиіспесе, олар өзін неге ұрып жараламақ болады? Алайда олар оны сонда да жаралап келеді. Оған тұңғыш рет зиян жеткізген бұл балалар емес. Өзін ең ауыр зияндаған адамның да олар емес екені даусыз. Элинаның қағаз дорбасы босады. Алайда оған онан да көп жарақсыз қағазға жетті. Тіпті сондай көп қағазы болуынан ансайды. Ана бір үйіндінің үстіндегі қағазды,
мына бір үйіндінің үстіне апарып үйеді. Ол осылай істеуді қалайды. Бейне шөл жазирадағы құмның көшкені сияқты, қағаз үйіндісін көкейіндегісі көз алдынан өшкенге дейін тоқтаусыз көшіреді. Жақынырақтағы елесі екі ұл баламен және басқа көршілермен жауласқаны болатын. Бұлар есінен ең оңай көтерілгенімен, алапат соғыс жылдарындағы сол бір істі ол оңай ұмыта алмайды. Элина газет-журналдарды құлшына реттестіруде. Қураған қағаз сылдыр-сылдыр етеді. Ойына да алғысы келмейтін сол бір елес оның көз алдына тағы пайда бола кетті. Элина 12 жасқа шыққан жылы неміс әскерлері оның Полшадағы қыстағына келді. Бір күні кеште 5 неміс әскері олардың үйіне баса көктеп кіреді. Біреу олар үйіне еврейлерді жасырды деп жалған мәлімет жеткізіпті. Әке-шешесі есік көзіне көлденең деп мылтықтың аузын денелерімен тосады. Олар мылтықтың үңірейген аузына ежірейе қарап, үйлеріне еврейлерді жасырмағандықтарын айтып ақталады. Әскерлер оның әке-шешесін бір шетке итеріп тастап, үйге кіріп тінту жүргізеді. Үйде Элина мен әпекесі Краудия бір бұрышта бірін-бірі құшақтап, үркердей болып бүрісіп, тұла бойлары қалтырап, көздері бақырайып, бар жағдайды көріп отырған. Әскерлердің көзі көрген жерден Краудияға түседі. Краудия үріп ауызға салардай, айдай сұлу, балғын бой жеткен болатын. Бастаушы әскер неміс тілінде ақыры әмір береді. Ол үркердей болып отырған екі қыз балаға аттай-бұттай ұмтылып, Краудияны бас салып, жатын үйге қарай сүйрей жөнеледі. Әке-шешесі баядай бақырып қыздарына қарай ұмтылады. 3 әскер оқ шығарып, оларды еденге сұлатады. Элина жүгіріп әке-шешесіне барады. Олардың өн бойы қызылған, көздері бақырайып, тыныссыз жатыр. Бір әскер мылтығын Элинаның басына кезеді. Элинаның тұла бойы мұздай суып сіресіп қалды. Қыбыр алар емес. Ол Краудия сүйреп апарылған бөлменің есігінің тарс жабылғанын ғана көрді. Әскерлер бұл бөлмеге бірінен соң бірі кіреді. Онан шығады, ыржыңдап, бірінің иығынан бірі қағады. Элина ештемені оққан жоқ. Олар ол бөлмеде не істеп жүр сонда? Көп ұзамай 4 жасақ алма-кезек шепке шықты. Ең соңғы біреуі шығарда жатын үйден тарс еткен мылтық дауыс естілді. Элина шошығаннан секіріп кетті. Ол көкірегіне кезелген мылтыққа қарамастан атылып жатын үйге бір-ақ кірді. Краудия төсекте шалқасынан сұлық жатыр. Қыбыр етер емес. Оқ оның айдай жүзін талқандапты. Элина әпекесінің қасына барып, қанға малшынған киімінен жұлқи тартты. Борбайы айғыз-айғыз қан. Элина әпекесіне олардың не істегенін біле алмады. Бір қара көлеңке Элинаның көз алдынан елбең ете түсті. Мана өзіне мылтық кезеген әскер әулекілене күліп кіріп келеді екен. Ұзамай Элина бәрін де білді. Сонан бастап ол дамылсыз көшетін тапқан. Өзінің осы бір қауіпсіз қағазға малын тұрғызғанға дейін бір жерден тағы бір жерге, бір үйден тағы бір үйге, бір елден тағы бір елге көшіп жүретін болған. Қайда барса да пана болмаған. Еш жерді баспанам демеген. Қайда тұрақтаса да қауіпсіз болмаған. Қағаз үйіндісі үздіксіз ұлғая береді. Жылжытқан сайын ұлғаяды. Сол бір есе, бұлдыр елеске айналғанға дейін тоқтаусыз көшті. Құлақ тұндыратын ызың ауаны толқытты. Элина басын көтеріп қарап еді, тыстағы автомобильдің гүрілі екен. Ол жалма-жан сырлы сарайдан өтіп, алдыңғы есікті бар пәрменімен итере ашты. Аулада 2 кран, жарақсыз бұйымдарды жүк автомобиліне басып жатыр екен. «Бүйтпеңдер ойбай!» деп бақырды ол бар даусымен. Алдыңғы қақпада тұрған бір ер адам оның қасына барып, «Мен әкімшілік істер қоғамынан келіп тұрмын. Саған көп рет хат жолдап, бұл күресінді саналықпен тазалауыңа орай берсек те тыңдамадың. Бұл күресін өзіңнің ғана емес, көршілеріңнің де денсаулығына қатер төндіріп отыр» деді. Онан Элинаға бір конвертті ұстатып жатып, «Бізде сот мекемесінің атқару бұйрығы бар. Енді мұны заң бойынша тазалаймыз» деді. Хат Элинаның қолынан сырғып жерге түсті. Ол жүгіріп үйіне кіріп, алдыңғы есікке құлып салды. Жоқ. Бұл өзінің бас сауғалайтын қамалы. Олардың талқандауына болмайды. Бірақ олар бұл кезде қамалды талқандап жатқан. Үй ішіндегілері қырғынға ұшырағаннан қайтып, Элинаның көзінен тамшы жас шықпайтын болған. Енді міне, екетегі жасқа тола еңіреп тұр.
анау адам жәбірлеумен айналысу әрекеті аяқтайтын кездің әлі жетпеген емес сонда. Өз тірлігін өзі билей алмайтын болғаны ма оның? Ол сырлы сарайдан өтіп, онан да көп қағаз үйілген шағын ас тақтайдың шетіне келіп отырды. Оның көзі толтыра, ұсақ түйек салынған шыныға түсті. Осыдан соң көзіне сіріңке қорабы көрінді. Дұрыс, Элинаның бір түрлі тәсілмен меңгеру құқығын қайтарып алуына болады. Оның тыныштыққа қайта оралатын, бұл қағазға малды мәңгі қорғап қалатын бір түрлі амалы бар. Ол кішкене сіріңке қорабын ашып, ішінен бір тал сіріңке алып тамызды.